Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы гистологиялық препараттарды микроскоппен зерттеу. Бүгінгі сабақта оптикалық жарық сәулесінің көмегімен микроскопиялау және де фазалық контрасттық микроскопия туралы өтетін боламыз. Жануарлар және өсімдік организмдерінің ұлпалары мен жасушаларының қаруланбаған көзге көрінбейтін құрылымдарын үлкейткіш линзалардың құрастырылған қарапайым аспаптың көмегімен көріп зерттеу 17 ғасырдан басталды. Қазіргі кезде гистологиялық нысандарды микроскоппен зерттеудің бірнеше түрлері қолданылып жүр. Олар: біріншісі оптикалық жарық сәулесінің көмегімен микроскопия. Жануарлар мүшелері, ұлпалары мен жасушаларының ұсақ құрылысын көріп, оны талдаудың негізгі әдісі болып саналады. Қазіргі кездегі жарық микроскоптары ара қашықтығы 0,2 микрометр қатар орналасқан екі нүктені бір-бірінен ажыратып көрсете алатын күрделі оптикалық линзалар бар. Оптикалық микроскоптар гистологиялық нысандардың ұсақ құрылымдарын 2,5 есе үлкейте алады. Фазалық контрасттық микроскопия арқылы жануарлардың тірі ұлпалары мен жасушаларынан алынған боялмаған мөлдір гистологиялық кесіктер зерттеледі. Гистологиялық нысандардың микроскоптағы көрініс сапасы зерттелетін кесіктердің қалыңдығы мен одан өтетін жарық толқындарының кезеңдік жылдамдығына байланысты. Боялмаған мөлдір гистологиялық препараттағы ұсақ құрылымдарды жақсы ажыратып көру үшін фазалық контрастты микроскоп конденсорына салынған арнайы сақинаша диафрагма мен объективтегі фазалы пластинкалар қолданылады. Микроскоп үлкейткіш тетігінің осындай құрылысының арқасында мөлдір препарат арқылы өтетін жарықтың көзге көрінбейтін фазалық өзгерістерін түрліше өзгерте отырып, препарат құрылымдарын анықтауға болады. Үшінші түрі ультракүлгіндік микроскопия. Зерттеу толқынының ұзындығы 0,2 микрометр қысқа ультракүлгін сәулелерді пайдалануға негізделген. Бұл микроскоптың қатар орналасқан екі нүктені бір-бірінен анық ажырату мүмкіндігі 0,1 микрометрге тең. Ультракүлгінді микроскопта препараттың көрінісін люминесцентті экранда талдап, анықтап көріп, фотопластинкаларға түсіріп зерттейді. Флуоресценттік микроскоп. Төртінші түрі микроскопияның ол флуоресценттік микроскопия. Флуоресценция құбылысына, яғни зерттелетін гистологиялық нысанның сәулелі энергиясының әсерінен қозуына негізделген. Флуоресцентті микроскопта флуоресценция қоздыру үшін сәулелі энергия көзі ретінде тым жоғарғы қысымдағы сынап немесе ксенонды шамдар қолданылады. Гистологиялық нысандарды ультракүлгін немесе көк күлгін сәулелердің көмегімен зерттейді. Флуоресценцияның екі түрін ажыратады. Біріншісі өзіндік флуоресценция. Гистологиялық препараттағы жасуша құрылымдарының сәулелі энергия әсеріне байланысты жарық шығарып, өздігінен жарқырауы. Жарық көзі ретінде пайдаланатын сәулелі энергияның әсерінен өздігінен жарық шығару қасиеті адам мен жануарлар организмдерінің барлық ұлпалары мен жасушаларына тән. Бірақ кейде флуоресценция тым нашар көрінеді. Екінші түрі жасанды флуоресценция. Жасуша құрылымдарының арнайы бояғыш заттар флуорохромдармен боялуы нәтижесінде ерекше түспен жарық беру қасиеті. Мысалы, қызыл сары акридин флуорохромды боялған ДНК жасыл, ал РНК-сы қызыл түс береді. Екіншілік флуоресценция тым сезімтал әдіс. Оның көмегімен жасушаның химиялық құрамын да анықтауға болады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен сау болыңыздар.